Сонымен абитуриентке беретін ең бірінші кеңесім, біріншіден грант ол тегін оқу емес. Түсінемісіздер, қазір грантқа түсулеріңіз мүмкін, бірақ бір жылдан кейін шешіміңізді өзгертіп, немесе әсіресе колледжге түскендер, университетке түскендерде, бұл жерде гранттың қандай түріне түстіңіз маңызды емес. Егер де сіз ары қарай оқымайтын болсаңыз, немесе 4 жылдан кейін оқығаннан кейін сол мамандық бойынша жұмыс жасап, былайша айтқанда отработка жасамайтын болсаңыз, мемлекет сізден сол гранттың ақшасын, яғни оқудың ақшасын, сондай-ақ сізге 4 жыл бойы төлеген стипендиясын толыққанды сот арқылы өндіріп алады. Сондықтан да өте мұқият болыңыздар, гранттың қай түрінде оқып жатқаныңыз маңызды емес. Яғни оқып біткеннен кейін 5 жылдан кейін бола ма, 10 жылдан кейін бола ма, оны отработка жасап, жаңағы центр финансов сол компанияға жаңағыдай өзіңіздің құжаттарыңызды жібермейтін болсаңыз, кейін сотта ол нәрсенің барлығын дәлелдеу өте қиын болады. Менің парақшама жазылып қойсаңыздар болады, бұл жерде заңға қатысты ақпарат өте көп.